Бүгінгі сабағымызда біз Microsoft Word 2016 бағдарламасында мәтін жазуды үйренетін боламыз. Алдын ала ескертіп кету керек. Біз бұл жерде күрделі мәселелер туралы сөз қозғамаймыз. Мәтін жазудың ең негізгі элементтерімен танысатын боламыз. Сондықтан бұл бағдарламамен жақсырақ таныс кейбір адамдарға бұл сабақ өте қарапайым болып көрінуі мүмкін. Алайда бұл тек негіздер екенін ұмытпаңыз. Олай болса бастайық. Сіздің алдыңызда жыпылықтап тұрған мына түзу сызық курсор деп аталады, яғни сіздің қай жерден бастап мәтінді жазатыныңызды көрсетеді. Мәтін осы курсордың сол жағында пайда болады. Мысалы, белгілі бір мәтін жазып көрейік. Сәлем, әлем. Бұл курста өте пайдалы ақпарат болады. Байқап отырсақ, мен бірнеше сөз жаздым, және әр сөзден кейін белгілі бір бос орын бар. Ол бос орынды қалдыру үшін пернетақтадағы ұзын батырманы, бос орын қалдыру батырмасын, немесе орысша пробел деп атады, соны басу керек. Мысалы, сөз деген сөзді жазайын. Осы сөзден кейін бос орын қалдыру үшін соны басамын. Байқап отырсаңыз, мен осы батырманы 2 рет бассам, немесе көп басатын болсам, біздің курсор жылжып жатыр. Яғни келесі сөз өте қатты алшақтап кетті. Осыған мұқият болу керек. Яғни осы бос орын батырмасын бір-ақ рет басқан жөн. Енді бізге мысалы бас әріптен бастап жазу керек болатын болса, біз shift батырмасын басып, содан кейін өзімізге қажетті әріпті басамыз. Мысалы, Б. Бас әріп. Қазір мен біршама ұзақ сөздер жазуға тырысайын. Қарап отырыңыздар. Мысалы, бүгінгі сабақта біз мәтін жазу негіздерімен танысамыз. Нүкте. Байқап отырсаңыз, мәтін өздігінен келесі жолға ауысты. Яғни бір жолға белгілі бір себептермен сіздің сөздеріңіз толып қалған кезде, оны келесі жолға бағдарлама автоматты түрде өзі ауыстырады. Сізге арнайлап ештеме басудың қажеті жоқ. Ал егер сізге керісінше сіздің қалауыңызбен, мысалы, дәл осы тұрған жерімізде бізге жаңа жолға өту керек болатын болса, яғни жаңа абзац бастау керек болатын болса, онда біз арнайлап Enter батырмасын басамыз. Көрсеңіз, курсор келесі жолға өтті. Жаңа жол деп жазып қойын. Енді осы жерде алғашқы біздің абзацымызбен мына жаңадан басталған жаңа жолдың екеуінің арасындағы қашықтық мына бір абзацтың көлеміндегі жолдардың арасындағы арақашықтықтан әлдеқайда алшақ болып тұр. Бұл жерде екі түрлі шегініс бар, яғни мына жол аралық шегініс, мына екі жерде абзац аралық шегініс. Бұл және мәтінді өңдеудің басқа да негізгі элементтер жөнінде келесі сабақтарда сөз қозғайтын боламыз. Ал әзірге бұл мәтін терудің негіздері. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақтағы ақпарат сізге түсінікті болса, келесі сабаққа өтіңіз.